Құрметті әріптестер, мен Алматы қаласы Түрксіб ауданы нөмір 84-ші жалпы білім беретін мектептің тарих пәні мұғалімі Қуатбекова Майя Айтбековна. Менің алдарыңызда ұсынып отырған электив курсым тақырыбы Евразия кеңістігіндегі көшпенділер өркениеті. Ұсынып отырған элективті курс бағдарламасы жалпы орта білім беретін 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптарға арналған қосымша оқу материалы ретінде ұсынып отырмын. Аталмыш оқу бағдарламасы да оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру бойынша жекеше топтық қызығушылығы мен жеке қабілеттілері ойластырылған оқыту тәсілдері қарастырылған. Евразия кеңістігіндегі көшпенділер өркениеті ол құрастырылған элективті курс бағдарламасын оқытушыларға және білім алушыларға қажетті әдістемелік құрал ретінде ұсынамын. Жалпы пәнаралық байланыс бұл жерде дүниежүзі тарихы, әдебиет, құқықтану, география сынды пәндермен байланысқан. Бұл бағдарлама оқушылардың сауаттылығын арттыруға, сыни ойлау қабілетін әрмен қарай нығайтуға ықпал етеді. Жалпы тарих адамзаттың дамуы мен қалыптасуында баға жетпес рөл атқаратыны баршамызға мәлім. Тарихты білу жеке және ұжымдық сәйкестікті қалыптастыруда, жалпы олардың өзіміздің шығу тегіміз, мәдени тамырларын және қоғамды танытуға көмектеседі. Бұл өзін-өзі тануда нығайту үшін маңызды. Тарихты білуде біз көбінесе дерек көздерге талдаймыз, бағалаймыз, сыни көзқарас арқылы біз алдымызда отырған жасөспірімді тәрбиелейміз. Қазақстан тарихында мәдениеттердің алуан түрлігі, оның ішінде халықтың даналығы, сондай-ақ күрес пен дамудың кезеңдері туындысы деуге де болады. Қазақстан аумағында баршамызға мәлім сақтар мен үйсіндер сияқты ежелден өркендеген өзіндік мәдениеті бар, жаңағы ежелден қалыптасқан мәдениетін байланыстырып, осы күнге дейін келіп, оқушы жаңағыға беретіндей тәрбиелік мәні зор, өте мықты. Тек бұл қазақ тарихы емес, бұл жалпы адамзаттың дамуындағы үлкен көш болып саналады. Тарихты зерттеу тек өткенге түсінік беріп қана қоймай, болашақты өзгертуге, белгілеуге көмектеседі. Осылайша тарих тек өткеннің жазбасы ғана емес, сонымен бірге біздің білімімізді байыту, құндылықтарды қалыптастыру және ойлау тәсілімізге әсер ету арқылы біздің бүгініміз бен болашағымызға терең әсер етеді. Тарихты зерттеу оқушыларға әлемнің әртүрлі бөліктерінің қалай байланысты екенін түсінуге көмектеседі және қалыптастырады. Сонымен қатар шешуші рөл атқарады. Енді бұл ұсынып отырған элективті курс бағдарламасының мақсаты жеке тұлғаны дамыту және құндылық бағаларын қалыптастыру, жеткіншек психологиясының этностық сәйкестігі мен айырмашылығын көрсету, қарым-қатынас дағдыларын дамыту, тарихты зерттеу, талқылауды, талдауды және өз көзқарастарын білдіру, тарихи оқиғалар мен адам тәжірибесін талдауға негізделген құндылықтар мен сенімдерді нығайту, азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру мен тарихты зерттеу, уақытты тиімді басқару және ақпаратты қорыту. Қазақстан тарихы мәдениеттердің алуан түрлігі, тайпалар мен халықтардың даналығы, сондай-ақ күрес пен дамудың басты кезеңдерін білу. Енді қандай міндет қоямын осы бағдарламаны? Құндылық бағаларын қалыптасу және байланысты нығайту, мәдени әртүрлілікті түсіну, ары қарай әртүрлі өркениеттер, олардың өнері, әдет-ғұрыптар, тілдер туралы әңгімелер мен мәдениеттердің алуан түрліне құрметпен қарау, ұлттық мәдени құндылықтарды бағалауға даярлау, әлемдегі өз орнын түсіну және қоғамдық мемлекетте қалай қалыптасқан, соны оқиғаларды байланыстыра отырып, өзінің мәдениеті мен жеке басының тарихын өткенін түсіну, тарихи оқиғаларды талдауды, себеп-салдарды, байланыстарды анықтауды және әртүрлі көзқарас бағалауды үйрету.
не күтеміз, яғни күтілетін нәтиже көп мәдениетті әлемді түсіну мен тарих әртүрлі мәдениеттерді, діндерді және әлеуметтік құрылымдарды зерттеуге мүмкіндік беруі, толеранттылықты қалыптастыруға және әлемдегі әртүрлікті түсінуге ықпал етуі. Бұл жалпы оқу бағдарламамыз жалпы орта білім беретін мектептің оқушыларының 9-11 сыныптарына негізделіп жазылған тарих пәніне қосымша Евразия кеңістігіндегі көшпенділер өркениеті негізінде құрастырылған элективті курс бағдарламасы. Элективті курс мазмұны әр аптаның 1 сағатына, жылдығына 34 сағат жүктеме берілген. Баршамызға мәлім, яғни бізде 10 және 11 сыныпта көшпенділер өркениеті тақырып бар. Сол тақырыпты әрі қарай оқушының әрі қарай дамытуына көмекші құрал ретінде санап осы оқу бағдарламаны жазуды жөн көрдік. Алдымызда беріліп отырған 34 сағатқа негізделген тақырыптар, бұл жерде барлығы әртүрлі жалпы мәдениетті, оның ішіне жаңа тұрмысы, неге көшпелік деп аталған деген сияқты оқушының жас ерекшелігіне негізделіп жасалған оқу бағдарламасы, және де осы 34 күнтізбелік жоспарларға негізделген жалпы күнделікті жаңа КМЖ дейміз ғой, сол жоспарына негізделіп жасалды, барлығы дайын. Және де бұның тағы да бір оқытушыға тиімділігі, жаңағы оқушыға ары қарай білім жалғастыруда сұрақтар, әрбір тақырыптың сонда сұрақтар бекітуге арналған, және де деректемелер берілген. Сонымен қатар жалпы мынау менің қолымдағы оқушы дәптері әрбір оқушыға беріле отырып, жаңағы аптасына бір рет өтілген кезінде соны оқушы толтыра отырып, берілген жүктемеге сәйкес жаңағы өз сол тақырыпты әрі қарай жалғастырып, соны тиянақтайды. Ерекшелігі осында. Әрине, алдымызда көрсетілген жалпы сұрақтар, басынан соңына дейін сұрақтар, және де тест варианттарда берілген. Бұл жерде барлығы бұның дайын негізгі деп санаймын. Осы жерде жалпы айтатын болсам, оқу бағдарламасы құрастырылып отырған. Жалпы қосымша материал оқытушыға да, оқушыға да өте көмекші материал десем де болады. Және де тағы да жобаның бұл жоспары көшпенділердің Евразия тарихындағы мемлекеттік құрылымдардың қалыптасу мен дамуына әсерін зерттеуге бағытталған бөлімдер зерттеу нәтижесінің талаптарына сәйкес толықтыру немесе өзгертілуі мүмкін деп ескертпей қойдым. Пайдаланған әдебиеттер тізіміне келетін болсақ, әріптесіміз екеуміз жаңағы жазып отырған кезінде мынау шетел авторларын аударуға тырыстық, және де солардың әдебиеттерін пайдалана отырып толықтырдық. Назарларыңызға рахмет.